Хей, бәріне сәлем, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен әдеттегідей даншы достар, бүгін Аулендтегі жаңа видеомыз. Әрине достар, сіздер артымнан көріп тұрсыздар, мен үй салдым. Ақыры достар, мен 5-ші бөлімге міне уже үй салып жатырмын. Негізі 1-ші бөлімде деген адам үй салып не істемей ма достар, бірақ мен достар просто шамалы күттім, өйткені өзіме көптеген затты жинайын, үйді әзір салмайын деп. Енді мына үйді енді мен заттарымды сала алмаймын, бірақ та мен тағы да үйді салатын боламын достар келесі видеоларда. Бірақ та достар, осы видеоға міндетті түрде достар лайктарыңызды және комментарияларыңызды аямаңыздар. Сол кезде мен екінші үйді салатын боламын. Өте үлкен қылып, өйткені складым сыймайды, складтағы заттарым сыймайды, сондықтан шамалы үлкен қылып салатын боламын. Сондықтан достар, жаппай лайктарыңызды басамыз, және де бізде көрермен тақтасы, әрине мен ешқашан ұмытпаймын. Біз бұрыннан бері істеп келе жатырмыз, әрине көрермен тақтасын. Бізде осындай көрермен енді, өйткені мен сразу түсіп жатырмын видеоларды, сразу жұмыстан келіп сіздерге арнайы достар жаңа видеолармен қуантқым келеді. Енді біз қазір тизер оқиық. Бізде тұрақты көрермендеріміз, мен уже аттан жаттап алдым: Баянсұлу Өтешева, Нурик Абдухаймов, Норс, Мансур Рахманов, Рүстем Жакенов, Нұрбол KZ, IMBK, Абаки, Шейф, Магажолай. Магажолай, мен сен санып қалдым ғой, ема достар, Магажолай енді жазып жатыр. Бұл бұрынғы менің тұрақты көрерменім тұғын. Мейіржан, Кока Азия, Нұрлан Тілекешев, Бағдәулет Наматжан, Меңлебек Нұртілек, Менди, Алиев Нұрасыл, Зако, Еспол, Азикош, Маратхан Абиев, Нерби және де Алин Қарақалпақ. Достар, керемет есімдер. Осындай тақтаға тағы да түскілерін келсе, онда достар бір емес 5 комментар жазып тастайық. 5 комментар жазған көрермендерді келесі бөлімге тақтаға енгізетін болам. Айтпақшы достар, мен сіздерге бірдеңе қуантқым келіп отыр. Араларыңда YouTube бастағысы келетін, YouTube'пен айналысқысы келетін балдар бар. Сондықтан мен сендерге бір арнаны ұсынамын достар. Ол арнаға достар міндетті түрде тіркеліп, лайктарыңызды басып, видеосын көріңіздер. Өйткені достар, менде осы YouTube'та қателік жасаймын, кейде видео түсіре алмай қателік жасаймын, кейде фишкалар білмеймін достар. Сондықтан ол фишкамен үйретеді достар, сіздерге керекті нәрселерді үйрететін болады. Және де YouTube'та қалай қателеспеуге, қалай дұрыс видео түсіруге бәрін көрсететін болады. Сондықтан тіркелеміз достар. Қазір мен сіздерге сол арнаны ұсынатын боламын достар. Ал міне достар, бізде Headvan деген бала жаңа айтып кеткен, жалпы видеоға разбор жасау, YouTube'тың топ 3 алынып қалған, тасталған бірдеңе осы функциялары туралы, және де YouTube'та мысалы сіздер Minecraft түсіретін болсаңыздар, сіздерге қандай қателіктер жасамауға тырысатын факттар айтатын болады. Мысалы осы видеоларын көріп кетіңіздер. Мысалы мен YouTube'тың топ 3 алынып тастаған функцияларын міне көрдім, жартысына дейін көріп тастадым. Қалған бөлім, осы бөлім қазір жаңа көрдім. Осыны толық көретін боламын достар. Қызық достар, өте керемет қылып түсіреді. Міне өте керемет монтажбен бәрін түсіреді. Сондықтан достар, тіркеліп қоямыз. Және де мына жерде комментария тұрады. Сол комментарияға данчодан келдім, саған тіркелдім деп жазып кетеміз достар. Және де мен сияқты тіркелеміз. Мына жерде подписаться деген кнопка тұрады. Уже достар қып-қызыл еді, енді аппақ болып кеткен ба достар. Давай дейді тіркелеміз. Міне вы подписание тұрады. Мына жерде подписка оформление деп шығады. Қасындағы кнопкасын, әрине қоңыраушасын басып кетсеңіздер болады достар. Ал сіздерді күтемін достар осы арнада. Достар, тизер тіркелеміз осы арнаға. Өте сіздерге пайдалы ақпаратпен бөлісетін арна. Сондықтан тіркелеміз. Ал данчодан келмей айтамыз. Ал біз видеомызға кеттік әрине. Достар, міне қазір осы үйді салдым. Бұл үйді достар айта кетейін, YouTube'тан қарадым. Ең оригинал видеосын осы видеоның описаниясына қойып кетемін. Есе салаларың келсе, менікінде үй салсаңыздар болады. Мен шамалы кішігірім домиктай қалдым. 2 қабатты үй. Астын вообще бітірмедім. Астында енді так әйнектерім қайда кеткен? Әйнектен бітіп қалған ба уже? Достар, міне осылай несін жасап қойдым. Нақтан астынан су түсіп жатыр. Так, су төгіліп жатыр дегенім. Так, мына жерде. Болмайды достар, бізге достау керек бұны. Бұл осы бөлімде достайтын боламыз. Өйткені бұл бітті. Енді жиһаздарымызды барлығына келетін боламыз. Сундук, версак дейін. Неяқта сәндік ретінде егіп қойдым. Өйткені
шамалы енді видеода не салынды дәл солай сала салғам достар. Және де мына жерден білмеймін, мына жерде склад бола ма әзірге білмей тұрмын достар. Склад болса, әзірге склад болсын достар. Мына жерге мен кроватымды достар далаға қоя салайын. Так, мына мобтар өте көп шығады. Айтпақшы, мен қай жерге орнатқанымды көрсетейін. Жалпы сіздер Бекшті көріп жүрген шығарсыздар ютубтан. Мына міне Бекшін трасснегі және тауық фермасының қасында міне тауық фермасының оң жақ қарай мен салған болатын. Мына бамбук егіп салған үйі міне ең ана қасында бір складым бар астында. Мына жерде ханның үйі міне шамалы кішігірім, шамалы алыстау салдым. И шамалы жақын десек те болады. Кейін мына территория енді менікі, приват десем де болады. Кейін үлкейтетін боламын, забор салып, сондай короче. Ал енді мен қазір мына сундукқа заттарым салған болатынмын. Өйткені мына үйді салатын кезде осы заттар керек болған. Так, мына жерде біздің терезе қақты, достар, терезе. Так, терезе жоқ бізде, я. Так, бізде тағы не жоқ? Мына жерде пешка анау-мынау бар, достар. Пешка анау-мынау бар екен. Так, тоқтаңдар, достар. Так, жаймен деп кіреміз үйге. Айтпақшы, мына жерде ішінде факел бар ма екен, достар? Факел. Мына жерде екеу-ақ қана ма не, достар? Мына жерде бір стак бар екен. Неге көзім көрмей тұр, достар? Йо-майо, достар, қандай ұят болды, достар. Көзім көрмей қалды, достар. Так, мен қазір мына жерге так осылай қояйық. Және так, осылай. Әдемі. Іші осы жарық бола салады. Так, бізге так, мына жерге бір факел. Мына жерде бір факел. Мына жерге бір факел. Так, әзірге енді просто қойып жатырық. Так, мына жерге біреу. Опа, болды. Нормально, достар. Так, қазына астындағы несін жасайтын боламыз. Плитасын жасайтын боламыз. Плита қойып. Так, енді достар, бізге терезе анаума пешканымызды әкеппіз. Версагымызды әкеппіз. Так, мақыл. Так, бізді қараңға батып жатыр. Опа, күн батып жатыр. Қараңға батып жатыр. Ойбай. Қараңғы енді атылып жатыр, достар. Қараңғы күннің батуы деген керемет. Мияқтан тамаша аласыздар, қараңдаршы. Ема, әдемі, достар. Ема, күшті. Мынаған былай қарасам ше, достар. Сіздер сезін алмай тұрған шығарсыздар. Мен былай қарасам сезім тұрмын. Өйткені менің мониторым үлкен. Сондықтан мұның қараңдаршы әдемі, достар. Не деген мияқтан ай шығып келе жатыр. Қандай әдемі, мияқтан күн батуда, ай шығуда, керемет. Қазір біз ұйықтап алайық. Бізде серверде ешкім жоқ. Так, серверде ешкім жоқ, достар. Мен ғанам, өйткені таңғы сағат 8:30-да түсіріп отырсам, ешкім кіреді дейсіздер, бәрі сабақта, жұмыста дегендей. Так, мен қазір мына жерде сундуктарымды қояйын, достар. Сундуктарымды, опа. Ай, бұны жалғау керек, әйтпесе, жалғамасаң ше қосылмайды. Так, мына жерге пешкаларымызды қоймаса, печкаларды. Так, печкаларды қояшы мына жерге. Мен бір сәндеп қойын мына жерді. Так, мына жерге сындыра салайық. Так, мына жерге мен так, мына жерге кішігірім печкамызды қоямыз осы жерге. Так, осылай қояқ. Осылай. Так, әдемі, достар. Мына жерге осындай печкамызды тұра салады. Так, енді так. Осы жерге осылай. Так, осылай болды. Қазір біз не жасайтын боламыз? Тағы да пешка жасаймыз. Сосын сандық жасайтын боламыз. Так, бізге тас керек, тас. Так, достар, бізге сандық қалай жасайтын еді, достар, оны ұмытып қалдым да. Болды, түсіндім. Қазір осылай. Бізге төртеу, төртеу аз болып қалды төртеу. Сондықтан бізге нешеу? 10, әзірге 10. Так, біреу жаса салайық. Біреу жасасақ жете ме екен, достар? Жетеді екен, достар, жетеді екен. Так, біздің қарамыз ашып жатыр, тамақ жеп алайық. Сіздерге айтарым, достар, мына үйді енді бағасын беріп кетіңіздер. 1-ден 10-ға дейін бағаларыңызды беріп кетіңіз. Комментарий күтемін, сіздердің барлық көрермендердің комментарийін оқимын, әрине. Күн ара оқимын, достар. Сондықтан жаза беріңіздер, мен ешқашан игнор етпеймін, достар. Так, осылай. Опа. Міне. Так, мына жерге верстак қойып қойсам. 2 верстак осылай.
Ну нормально, мына жерге бір андай жүннен плита жасайтын боламын осылай. Керемет. Так. Так. Енді бізге қазір мына жерде бізде ойбай достар, күрегіміз деревянный достар. Так, біз үйге барып қайтайық достар. Айтпақшы, мен үстімнен алмаз қылып жасадым броняны достар. Асты және аяқ жағы достар, иә. Асты дегенде үсті, аяқ жағы. И шалбар мен бас киімін кейін жасайтын боламын. Или полный жасап тастаймын ба достар? Или как? Қазір мен кирка жасаймын. Мына жерде достар, айбо, достар, қаныш қататын осы жерге бекіштің үй жағынан келсем, өйткені білмеймін. Бекіш не істеп тастағанын білесіздер ме достар? Мынау бекіштің қорасы не деген көп, қараңдаршы. Симай тұр. Дата мынау сиырдың өзіне қойлардың арасына кіріп кеткен, симағандықтан. Қараңдаршы, сима сыртына дейін шығып кеткен. Қараңдаршы, менде қазір FPS 100-ден түсіп тұр достар, қараңдаршы. Негізі мен FPS-ім 600-700 тұғын. Бірақ енді мына бекіш енді білмеймін, түсінбедім. Ноутбугы қатпай ма, бір бәле. Түсінбедім. Мына жердегі менің складым. Кейін енді бұны бозып қалдырып кетемін достар. Так, мына жердегі пешкалан бағана алып кеткен болатынмын. Так, енді так. Ей. Ашылмай ма? Достар, менде сет қатып жатыр, өйткені бекіштің үй жағына жүрсем, менде сет қатады. Мен неге екенін білмеймін. Просто достар, мен түсінем ой, қарындашының қарандар. Ашылмайды достар. Датау қарындашы, мен қазір тапты бассам, менде 5 палышка дарып тұр. Бірақ мен түсінбей тұрмын достар. Мына жерде менің алмазым, так 29 алмаз. Қарындар, аламай тұрмын қарындаш. Датау мышкам өзі қозғалмай жатыр. Так, аламыз. Алдық. Аламай жатырмын қарындаш. Алмазды алдық. Қайтадан орнына кете ма? Жалып кетпейді екен. Мына жерде железамыз аламыз. Так, бол, иә. Так, верстак қақта. Ойбай, мен верстакты не істеп кеттім, тастап кеттім ба? Так, мына жерден верстагымды аласың онда. Хоппа. Хоп. Де аламыз да, қоямыз жерге. Не деген способ достар. Так, өзімізге не жасаймыз? Әрине, алмазный меч жасаймыз. Әзірге. Сосын алмазный кирка, алмазный балта. Охо, балта. Болды. Енді қазір броняға жетем екен. Так, алмазный ботинка. Ойбай, алмазный ботинка алып қойыппын ғой. Ой, бұл достар, біреуге подарок ете салам Аурлендтегі балаларға. Так, мен бас киіммен астын аламын осылай. И достар, киініп аламыз, шешіп тастаймыз осылай бронямыз. Так, бронямызды осы жерге шеше берейік, мына жерге қалдырып кетейік. Так, мына жерге қалдырамыз алмазный ботинканы, или біреу алып кетпесе. Енді біз қазір киініп аламыз, сықитып. Хоппа. Достар, міне полный алмазный болып алдық. Керемет. Бізде меч бар, мынау бар. Так, біздің уровень жетпейді. Біздің уровеньді дамыту керек, 17 уровень. Так, енді керек емес заттарды әзірге сала тұрайық. Так. Біз қазір жерден булыжник ала саламыз. Булыжниктен достар, печка жасамаймыз. Так, біз печка жасамаймыз. Бізге не жасаймыз? Әрине. Так, біз печканы жасадық. Енді верстак біреу. Сосын, терезе достар, мына жерде менде 14 терезе. Так, тағы да терезені достар балайық осылай. Так, терезе қақта. Алмадым ба не достар? Қақтан терезе? Мында екен ғой, емай, түсінбей қалдым ғой. Так, осылай аламыз. Осылай қоймаймыз. Достар, осылай екен ғой. Так, керемет. Қалған саламыз. Так, өзімізге керекті заттарды алдық. Енді кейін достар, не істейтін боламыз? Әрине, осы заттардың барлығын ерінбей, әрине, ана жаққа апаратын боламыз. Немесе мен склад жасап қоям. Сол кезде, так, склад жасаған кезде бүткіл затты апаратын боламыз. Әрине, Менди, Лайт, Бекіш, Фелкон, тағын Хан, сол балдардан, Аурлендтің балдарынан көмек сұрап, барлық затта тасытқызатын боламын. Әрине, өткен менде зат өте көп. Бірақ енді өзім білмеймін енді. Жылқым болса, жылқымен шапқылап баратын едім, өзім жалғыз ше. Или бекіштің жылқысымен барайын ба? Так, көрейінші достар. Так, әзірге мен не істеймін? Қазір верстакты мына жерден ала салайық балтамен. Опа. Сонымен алмазный балтамен тез алынады екен, керемет. Так, бізде 5 алмаз қалды, 5 алмаз. Так, 5 алмаз неге керек болады екен,
бізге андай зачарование жасау керек болады. Әлде табамыз ғой достар. Неге көп алмаз құрттым десеңіздер, енді әрине алмаз табу негізі осы версияда өте оңай. Сондықтан солай достар. Так, мына жерге осылай қоя салайық. Осылай біреу. Осындай жерге так неше мынандай қоятын бар ма? Қоятын жоқ екен, Так, біз қазір мына жерге астына не істейміз? Мына бөлеміз осылай. Осы бөліп пештерге салып шығатын боламыз осылай. Так, пештерге салып шығайық. Опа, болды. Так, қалғаннан кейін салатын боламыз. Так, есік жоқ бетек. Так. Біз қазір енді мына астын жусаймыз. Қазір біз күректі бекер алған жоқпыз. Так, осылай. Най деп алып тастаймыз осылай. Және сіздерге үлкен рахмет. Сіздердің активтарыңызға мен қуанып отырмын. Бұрынғы активті қайтарып жатырмыз. Сіздерге күнара видеоға түсіруге тырысатын боламын әрине. Өйткені енді сіздерге қазір мен білесіздер ма? Сіздер үшін жұмыстан сразу келіп таңғы 8:30-да видео түсіріп отырмын. Өйткені тизер шығаруға дәл осын монтаждап, осын сразу салғым келеді видеоны сіздер үшін. Және де бұйырса мен 10.000 көрермен саны жеткім келеді. Сол мақсатқа енді осы қыста достар, қыс болып қалды уже. Осы қыс біткенше 10.000 көрермен санына бірге жетсек, әрине бірге жетсек, әрине қуанышты болатын еді. Так, біз уже міне сөйлеп осы жерді алдық. Енді қазір астына не істесек болады? Астына так осындай қазір астыңғы жеріне біз ағаш салайық. Так, бізде бір стак ағаш салдық. Так, сосын мына жерден дуб шығара саламыз. Әрине болды. Бізде неше стак? 3,5 стак болып кетті ма? Так, осылай қошап шығайық. Опа. Так, осылай. Тез. Неден уақыт алды бұлар ше, достар? Просто достар, үйді салып көрсетсем, менде қазір 1 сағат шығып кететін шығар. Өйткені ютубтан қарап отырам. Менде негізі фантазия жоқ, идея жоқ салатын. Сондықтан ютубтан қарайын көбінесе. Сондықтан ренжімеңіздер. Кейін енді өзімнің ойымнан бір күшті бір үй саламын. Соны әзірге сіздерге жасырып отырмын. Секрет десем де болады. Так, опана. Хоп. Так, астыңғы жерін жаптық. Енді ішіне не істесем болады? Ішіне бір шай ішетін стол, тағы да ішінде бір заттарды қойып қоям. Тағы да пешка, сандық анамыларды. Так, керемет, іші бітті. Енді ішін енді видеодан тыс әдемілеп сәндеп қоятын боламын. Так, мына жерде әдемі қылып жол жасап қойдым. Сосын мына жерге көрермен тақтасын дұрыстаймын. Әдемі тағы да күн батып жатыр. Ал оған дейін мен сіздермен қоштасып үлгеруім керек. Сіздерге осы видео ұнап жатса, міндетті түрде достар лайк басамыз және де комментарий жазамыз. Тіркелмеген көрермендерім отсаң досым, тіркеліп қой. Смело тіркеліп қой, өйткені 2000 көрермен санына мен жеткім келеді. Сондықтан бірге жетуге тырысайық. Ал тіркел көрерменім. Так, сіздерге осы ұнаса бағасын беріп кетуді ұмытпаңыздар. Ал келесі бөлімде не саламын, соны комментарий жазып кетеміз. Ал енді осымен достар, осы бізде осындай үй өте керемет, ақыры салдық. Ал енді келесі видеоға қоштасамын. Сендермен болған мен Танчо, давайте.